135 сомның жібек көйлегі қалқым. Мынаны дегі ана жібек көйлектеріңізден 280-300 алатын қалыспайды қалқым міне. Бүгін міне пәлем мыңтал затты шекарадан кіргізіп алдық. Жарымы жолда тағы келе жатыр. Бөліп кіргіземіз енді амал жоқ. Екі ел арасы болғаннан кейін тауар бірдемде өтпей қалады екен қалқым. Мына жүң жібекті 188-ден қимылғып бердім. Көрдіңіздер ме мына жүң жібекті? Өніңге мына 99-дық чапандарымнан қалқым аз ғана қалды, көп қалмады. Пәлен 3000 талдан артық бар болатын. Тез алып алыңыздар. Мына бағадан мүлдем ала алмайсыздар. Өніңге мына бас бетте менің қалтырып кетсем болады. Ана көп кісілер мені сауда істей ма, істемей ма неғып қоспайды дейді екен. Ана мені миллионы болып кетпесін деп қызғана ма, әйтеу менікін өстіп сайды ғой неғып екенін. Бірдеме болып. Нөмір қалдырып қойдым, сонымен қосып хабарласыңыздар. Ана менің затымды бермеді, ақшасы қайтпады деген ана ақ көңіл жандар, мына қанша пұлыңыз болса да маған айтыңыз. Ұқтыңыздар ма? Осы нақмайданды айтыңдаршы бірдемен. Алғы ең нашар жаман адам, алғы бұрын киноларда да көресіз ғой, алғы елдің астына зәр салған сияқты артынан қабатын бір жігіттер бар. Жігіт болсаң алдыма келіп айта, мына нәрсемді бүйткен, мынаны қайтарғам, неғып бермейсің деп. Мен адам жемеймін мен. Оны апарып туыңға шығарып, өзінің қаншалық пәс айтайын. Өніңге мына белок талқаны. Адам денесінде белок кемшіл болғандықтан адам семіреді, ауруға қарсы иммунитет күшіңіз төмендеп, күнде ауырып, тұмауратып, мұрныңыз қып-қызып, мышқырып сімгіріп жүресіз. Гай кемшіл болса, мақшип мөдеттен бұрын қолыңызға аса таяқ ұстайсыз. Мына балалар гайы, балада гай кемшіл болса, зейін қуатын шоғырландыра алмайды, сөз ұқпайды, кешкішейін. Бір жетесіз бала гай кемшілдіктен болады десем өте артық.